Неврология 2 минутта каналыма қош келдіңіздер. Қарапайым жеңіл тілде синапс туралы айтқым келеді. Синапс дегеніміз не? Синапс дегеніміз екі нейронның бір-бірімен тоғысқан жерін айтамыз. Синапстық саңылау бұл екі нейронның арасындағы кеңістікті айтамыз. Синапс пресинапстан және постсинапстан тұрады. Пресинапста арнайы визикулалық қапшықшалар орналасқан, олардың іші мыңдаған нейромедиаторлармен толықтырылған. Синапс электр импульспен қоздырылған кезде визикулалар синапстық саңылауға шығып, ішіндегі нейромедиаторларды босатады. Нейромедиаторлар постсинапстағы арнайы рецепторлармен бірігеді де постсинапста электр импульсін өткізеді. Синапстық саңылауда артық нейромедиаторлар қолданылмайды, яғни олар диффузия жолымен жойылады немесе кері сіңірілу процесімен пресинапсқа қайтадан сіңіріліп, визикулалық қапшықтарда қайтадан жиналып, қайтадан нейромедиатор ретінде қызмет етеді. Ал кейбір жағдайларда синапстық саңылауда арнайы ферменттен танылып, олар қайтадан өңделіп, қайтадан нейромедиаторға айналдырып, визикулалық қапшықта пресинапста сақталады.